оқушылар. Бүгінгі сабағымыз бізде грамматикалық тақырыбымыз есімше болады, ал лексикалық тақырыбымыз ойқанды түйін болады. Жалпы бірінші біз сабақтың әрине мақсатымен танысамыз. Біздің сабақтың басты мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру. Мысалы, сендер бір мәтін тыңдайсыңдар, оған әртүрлі оқушылардан әртүрлі жауаптар болады, иә? Сол жауаптарды өз жауаптарымен естігеншілер салыстыру керексіңдер. Екінші мақсатымыз етістіктің есімше, көсемше түрлерін сөз жетістік есім барысында қолдану. Сендер бірақ енді көсемше деген сияқты түрлерін білмейміз. Біз есімше өтіп жатырмыз, иә? Яғни есімшені ары қарай дамытып, есімшенің түрлерін өтетін боламыз. Енді біз қазір мынандай психологиялық ахуалдан бастайық. Так, ортаға тезірек шығайық. Тез барып ортаға шығамыз. Мен қазір ең соңғы артында тұрған оқушыға бір сөз айтамын. Ол сөзді алдындағы оқушы, ол алдындағы оқушы бірінің аттарына тура сол суретті саласыңдар. Алдында тұрған оқушылар сол сөзді сұрайын. Артындағы оқушыға айтқан сөзбен сәйкес пе? Соны көретін боламыз. Так, бірінші саған сөзім. Так, саған. Жоқ, сен саласың. Бәле саламыз? Так, сен Алиша шақыр жатыр. Отанды сүйемін, иә? Енді мен қолымда не суреттері? Елтаңбаның суреттері. Осы қағаздарды сендерге таратып берем, соның артында бізде топты саны көрсетілген. Бірінші топ, екінші топ деген сияқты. Апайлар адам жоқ. Адам жоқ па? Аға, бірінші топ мына жаққа, екінші топ ана жаққа орын алысып отыра қаламыз, иә? Мен изгой. Ой, көрмей қалдым. Бұлар, так, бәріміз тақтада, назарыңыз тақтада болсын. Үй тапсырмасын бекіту ретінде біз сендерге фото сұрақ, яғни фото базл ойын дайындап келдім. Яғни қазір сұрақтарға дұрыс жауап берсек, мына пазл дұрыс құрастырылады. Егер қате жауап берсек, қате болады. Екі топ кезекпен кезек болады, шуламаймыз. Мен кімге сөз берем, сол ғана бастау. Қане, бірінші сұрақ, ой тұжырымдап, түйінді пікір түрінде айтылатын не ол? Мақал, мәтел, қанатты сөздер, тұрақты тіркестер. Ой, тұрақты тіркестер. Жоқ, бізде тұрақты тіркестер. Тұрақты тіркестер. Бізде екінші топ. Тоқтай келесеміз бе тұрақты тіркестер? Екінші топ тұрақты тіркестерді қане көрейік. Жібереміз. Мақал болған. Жақсы. Келесі бірінші топ таңдайды. Айдағаның бесешкі ысқырығын жер жарады. Мақал ма мәтел ме? Айдағаның ойланамыз. Мақал ма мәтел ме? Мәтел дейді. Жақсы. Кәне тексерейік. Молодец. Бұл бізде дұрыс. Бұл бізде мәтел болады. Молодцы. Тағы да бір. Келесі. Бірде етістіктің, бірде есімнің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Бірде есімнің қызметін атқаратын етістіктің түрі есімше. Дұрыс па, қате ма? Жарайтсыңдар. Келесі. Бірінші топ. Ағам кеше келіп үйге кірген. Осы сөйлем ішіндегі есімшені белгілем. Ағам кеше келіп үйге кірген. Есімше қайтсы? Келіп, кеше кірген. Кірген дейді. Кәне тексерейік. Жарайсыңдар? Кірген болады, иә? Алиша, мен айттым ғой. Сонымен бізде 4 дұрыс, 2 қате жауап болған екен. Үй жұмысы жақсы оқығанымыз көрініп тұр. Мына тақырып есімшені тағы да бір қайталап түрлерін жолдар өтетін боламыз. Есімше дегеніміз сөйлемде екі түрлі мәнде, екі түрлі қызметте қосылатын етістіктің ерекше түрі. Білесіңдер, есімше бізде бірде жіктеліп етістіктің қызметін атқарады, ал бірде
есімдер түрленіп, септеледі, жіктеледі, тәуелденеді деген сияқты, көптеледі, есім қызметін атқарады. Есімше, яғни есімдер сияқты. Сондықтан атының өзі есімше. Есімдер сияқты. Бізде қандай есімдер бар? Сан есім. Сын есім, зат есім, иә. Яғни есімше осы сан есім, зат есім, сын есімнің орнына да не істейді? Қосылымнан береді дейді. Мысалы қараңдар. Алған, жалғаларын жұталғанбыз. Ған кен, қан кен. Яғни ал деген етістікке ған жалғасақ, алған. Яғни бұл бізде есімшеге айналып кетіп тұр, етістіктің. Мысалы р дейді. Бұларда бар деген етістікке ар деген жалғасақ, бізде бар деген етістік бар ар болып не істеп тұр? Неге айналып тұр? Есімшеге айналып тұр екен. Атын, етін. Бұларда айт деген сөзді алайық. Айтатын, мысалға беретін, тағы не? Кіретін деген сияқты, мақ, ми бар дедік. Мысалға бізде оның есімге тән қасиеті сын есімше түрлері сөйлемнің барлық мүшесі неседі бола алады. Осы нәрсені ұмытпаймыз. Бізде енді қараңдар, есімшенің түрлеріне келетін болсақ, жалпы қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Енді есімшенің септеріне келетін. Мысалға негізгі сеп берген сөз көрген деген сеп. Атау септікте қалай? Нақты өзінде қалады. Көрген деген сөзінде қалады. Ал ілік септігінде көргенді жарайсыңдар. Бар септігінде көргенде, тап септігінде көргенді, молодцы. Жат септігі енді жалпы кәдімгі септейміз, соңында септеулердің жалғауларын жалғап. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді бізде жіктелу мен тәуелденуіне келейік. Қараңдар, мысалға мен көрген деген сөзді аламын да тағым. Мен көргенмін. Еңлік көрген. Мысалға жүретін дегенді келейік. Кім? Ол жүрген, ол жүретін деген сияқты. Енді бізде қараңдар, ол бізде жекеше өлең берем. Сол өлеңді тыңдап, өлеңнен деректер келтіре отыра, ақынның отанға деген көзқарасын өз ойымен. Мұқағали Мақатаев. Оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Не тындырдың басыңды иемменен. Оңай сөз ғой құрбым-ау, оңай сөз ғой отан үшін күйемін өлем деген. Өлім деген ерліктің қолы. Отан үшін өлімді берем деген. Сұрақ мынандай. Өлеңге нақты мысалдар келтіре отырып, сұрақтарға жауап бер. Өз жауабыңды өзгелердің жауабымен салыстырып талқыла. Бірінші сұрақ, отанның жапырағы, самалы, семсері бол деу арқылы ақын нені айтпақшы? Ал екінші сұрақ, отанды мен атамдай емделем деуі нені білдіреді? Бірінші топпен ақылдасып алайық, өлеңге сендер не түсіндіңдер? Одан кейін ортаға әрбір топтан оқушы шығып, біз тобымызбен айта ғой, ойды ашық айта бер, ол қате жұмыс болмайды. Бірінші айтады, отан үшін одан кейін Қазақстан қалай келді тәуелсіздікті біз қалай алдық? Отанымыздың тәуелсіздігі оңай алған жоқпыз, дұрыс. Көп қиындықтардан өттік. И отанымызды теперь отан бізге тәуелді. Мен отанды мен атамды емделем дегенді қалай түсінесің? Отан менікі. Отан менікі. Менің туған жерім, менің отаным. Мысалы, сен Американы өз отаным деп емден аласың ба? Жоқ, сен Қазақстан, сенің отаның. Иә. Бәріміз қосыламыз ба? Иә. Молодец. Жер үшін, мына жерде туған үшін. Молодец. Жақсы, екінші топқа да. Бауылған. Бауылу дегенге қан жалғанып, бауылған. Қарта. Ана бауылған. Тағы не бар? Сүйер,
Ер деген есімше жинақылығы. иә көтерер ер есімше Көтеруге ер деген жинақылығы есепті есімше болып тұр. Аха, молодец. етер есімше Аха. бауылған Болғанда қандай жинақылығы тұр есімше? Ған, молодец. жасаған Жасаған қандай жинақ? Ған, аха. Так, мен етістіктерді айтатын боламын. Сендер сол етістікті мына пеналды бірінші аласыңдар, одан кейін барып есімшеге айналдырғандарыңды айтасыңдар. Мысалға, көр деген етістікті айтамын. көреді Иә, мысалға, көрген деген етістік. Апа мен Қазір ғой так, барлықтан қатасыңдар. папа үшеу неге үшеу Так, мынандаршы, мен ғана сөйлеймін, иә. Бұл арада қазір мысалы мына жақтан бір күн еңлік шығатын шығар, еңлік алып дұрыс жауап беретін шығар, еңлік мына финалға қалады. Солай үштен бәріңді шығарып, финалға қалған оқушылар тағы бір жарысады деген нәрсе ғой. Кеттік ал. Бірінші етістік. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Сену. сенер Сену. сену сенген Сенген, молодец. Еңлік қалады, қалғанымыз отырамыз. Так, мына жақтан шоқ шықсын. 3. 1. Көзді шоқ. 2. Так, дайынсыздар ма? 1, 2, 3, кел. Кел. Иә, кел. Келер, иә? Молодец. Так, келесі. Тағы шоқ шоқ. Жүгірді. Жүгірер. Ануар бірінші алды, бірақ та жауап берген. Болды, иә. Так, екеуің соң. Так, дайынсыздар ма? 1, 2, 3. 1 минут қалды. 2 минуттың тез өтті. Ойын шарты былай. Кезекпен кезек айтасыңдар, иә? Бір мақалдарын қайталамау керек. Кімде мақал бітеді? Кімде мақал тоқтап қалады? Сол топ жеңді, иә? Так, кеттік. Бірінші топ. Елердек бұл жерде. отандастық Отандастық. Аха. Отансыз адам орнансыз болу. Аха. отан отбасыдан басталады Аха. Қане? Онансызда отан жоқ. Қалай? Онансызда отан жоқ. Аха. Анасында отан Апа жоқ. жетеді. Так, Апа отбасында отан жоқ. отбасында отан жоқ? Иә. Неге жоқ? Апай бар ғой. Так, жақсы. Тағы бар ма бер? Бірінші топ. Жеңген болатын көрем. Қарамыз, толтырамыз. Толтырып бірақ шығамыз. Бағалау қарамын. Қол көгеріп жатыр Қой.